медициналық анализдер, холодильникке сақталушы вакциналар өзінің бұл жақта планды түрдегі холодильник келген бар. бұл жақта аялдарды, қош бойлы аялдарды қабылдамаған қана екі аялы. Бұл жерде планды түрдегі вакциналар жүргізіліп, вакциналардың бары холодильникте. Ал жақ санузелдар, сулары бар. Су шыққаны? Су шыққан жылы су бар. Барлық бұларға су қойды. Қандайсың, жақсы ма? Келеген мектебіңе пайда болған тұрғы? Балдарым үйін оқыды. Мектеп күшеу? 70 баланы қайтып қатырыңыз? Екісімен қылып бала? Сізді чоң үйді салып берді, анан ошо жерге бір күчөй балдар кетсін. Мұғарым деген сондай болып. Бұл жерде бөлмелері Бұл жақ директордың бірі. Dostumlar bir gelirken, Жоқ, жаңы. Азыр интернет. Aşkalası. Bazı zamanlar oldu, şahit benim oldu. Burada biz hiç bundan görmeniz yok. Şu yerde yaptı oluruz bu. Azam şurada bir şahit benim oldu. Takılasa Kuday buyursa bara mından da жақсы боласыңдар. Sağlığımız var. Жалпы қанша жер түптенеді bu жақта? Қожалық. Kocaoğlu 400 adam var da, adam 70 üy var. 70 üy, ya? 70 üy. 79 büyük Allah'lar canın canakat alır. 70 қожалыққа бұл жақша да мектеп болып En son mektep. Çekerçiler var. Ova, çekerçilerin da kolları olmadı. Spordan biliyorsun ama Ova. az daha Қанша ертеңнен бастап қырғызсың? Құда қаласа. Ова, балдар мектеп. Hoş geldiniz. Bizim dostluk aylığındaki böbekte yollar başlasın. Ucak zannet. Görüştük abi. Sağ olun. Bu praçный балдардың. Балдар киінген, намаз жазылышlar, Şahırda жоқ мұндай сайт. Ова, çok. Мұндай балабақша жоқ шahırda. Манша жерінде. Ошоға biz сүйініп атарыз, қуанышта балдар. Бара-бара, мол пастелдерді, кроваттарды қойбай, яқты да қолдан соңыр болады. Егер бала көбейіп бара тұрған болса, бұл жерде де ойын өткенге қолданып, ана жерге сала қойып еле жатқызып қайра жинап қоймайды. Айлай демiri бөл шарттары менен құрылды. Endi var tecrübeli 9 yılda bir işleyip. Barbıktan öyle kıyım. Biz özü buna yemelermeni, özünün ceketçilermeni birlikte kolun ölçüp güçlü var buna, sadiklerini var için. Oşul jana pazardan Kitayski jana oyuncuqtарды балдарга сатып алып колдонбостон биз көбүнчө өзүбүз колго жасалып, натуралдуу жүндөрдү жасалып, балдарга колдонуп азыр полностью чүкөнү пайдалана баштайбыз. Бул логика, бул математика, бул денсаулык, экинчиден социалдык контакт айрыкча ата-ананың жакшы. Бул контакт кетет. Bu жаққа бассейн. Өзінше бассейн. Жазда елге құрылды да. Бұл сайдықтың баласы да, өкметтің баласы қойып бір жеке іштерге беренде ушундай ойлоп атабыз да біз. Себеби ар ким келсе бен қалып болып кетеді. Құлап кетпе мұндай. Ошоға Свой несі var. Bir ele толтырғанша сезонды өткіре береді. Мында ачысына өзін еле тазалап, айтып не қылы береді. Bir sezonga bir jede. Жазда толтырып қойса, ошо менен бүтті. Күзүндө кайра төгүп салмай.
Ошондой. Жакшы, абдан Бүт жакшы, бардыгы жакшы болду. Assalomu alaykum. Sizni uyda ko'rib chiqalik. Jil o'tirmaydi yaxshi. Uyimiz zorlagan. Yaxshi. Uyga söz yok. Yaxshi. Teplitsаңар. Соны тұрбай. Соны тұрбай, уже Onlar çoğu неме var. түшін беріп атат екен да? Arka arağında çoğunlar hoş olacak. Тиген тетінде тұрады. Beri otar. Азыр неме Садыр Кожоевич, бул 3 теплицаны ошо кечеги колгаланга 3 өтөн күйүп кетти. 3 жерде 3 көчөгө койгон да. Мында өз негизи жакыр үй-бүлөлөр иштейт. Анан өкмөттүн балансында турат, мына частный огородко курулган да. Анан биринчи жолу эккенибизде жакшы болбой калды, эми үйрөнө элек. Экинчи жолу эгип эми раса неме түшүнгө киргенде урушта күйүп кетти. Мына азыр 3-чү жолу эгилип атышат. Мына мынандай мунун сорту арзу. Ал 150 сомдон тапшырып атат. Базар 200 отуруп сатканда. Үзүп алсам болобу? Болот. Дамын татып коёлар. Ооба, сөз татымыз. Кышты эмне менен жылытасыңар муну? Кышта азыр көмүр менен, мына котельный бар. Мына отопление мынабы. Эмелери бар го, батарейкалар. Ооба, бар. Анан ушуга эми дагы бизге теплиц саны эми кеңейтишибиз керек да, садын. Кеңейтсек ар бир неме өзү менен өзү эле боло берет. Карасаңар сонун дегене түшүндөрүн аябай жакшы берип атат экен. Ошону эми кеңейтсек деген немебиз бар. Оюбуз бар да. Ушуга канча кетет экен могу? Ушул жерге чейин. Муну мен койка деген проектиден утуп алгам. Монда айылбашчы эместен, ошол жерде патриот болуп жүргөн элем. Анан көңүл буруп эле бир жазып койсом өтүп кетти. Анан мен Сеулга чакырдым, мен ошол жака барып заштап келдим. Анан биринчи жолу ушуну курганбыз. 1 миллиондон ашып кеткен да. 2 теплицага. Анан үчүнчүсүнү Дамы да сонун экен. ооба, арзу деген сорт да. Кадимкидей дамы сонун экен. Бул 5000 алды куругуну. Теплицаныкындай эмес да. Саламатсыңар. Ассаламу алейкумдер. Жакшыбы? Рахмат. Достук эли бул жак. Достук менен. Аман эсен чыгасыздарбы? Bala çakağa tışmı, oysa da olayın tışmı, esen aman. Bala çakağa tışmı. Жакшы турсаңыздар болду şimdi. Президent'le görüşmemizin en büyük Рахмат, жакшы. Жакшы турасыздарбы? Тынчелесиздерби? Rahmat, ömrünüzün boşuna rızkınlar kalmam. Rahmat, aytkanınız gelsin. olsun. Biz düşündük, zarıgıp caldırap kalganımızda bardığı gülüm çaylı kıldılar. Bärіңерге rahmat, oynanayın. Elem жоқ devegile, elдің küt deneleri selerleninger. Rahmat. Sadaqa olayım, bardığı 5 vakit namazda dua kılıp jatağız. Omanlar Rahmat, olsun. rahmat. Yine ayrılığınızı şartçak aylandırdınız. Құдай бұйырса эми мындай уруш талаш болбосун, тынччылык болсун. Ушинтип тилейли. Құдай бұйырса чек араны чечип атабыз. Аз калды. Мен ойлодум эле жаңы жылга чейин бүтүп калсак керек деп, бирок дагы деле бүтпөй калдык. Анткени жазга чейин бар чудай, бирок тынчтык жол менен чечебиз деп сүйлөштүк. Кол алыштык. Эми ошону Кудай ошону бекем кылсын деп эле тилеп туралы. Согуштан эч ким пайда таппайт. Билесиңер, мына көрдүңөр. Өзүбүздүн жон терибиз менен көрдүк мына. Уруш талаштын кереги жок. Азыр сүйлөшүүлөр жолу менен, дипломатиялык жол менен чечип атабыз. Кудай буйрса аз калды, бир аз калды. Чыдап туруңуздар. Чек ара чечилгенден кийин бул Тажик менен Кыргыздын эле ортосунда эмес, бүтүндөй Орто Азияда тынчтык өкүм сүрө баштайт. Анткени башка мамлекеттер бири-бири менен эч кандай талаш тартышы, чек ара маселелери жок.